Иранда жағдай қайтадан шиеленісті. 2022 жылғы әйел өмір бостандық қозғалысынан кейін, ел көшелеріне бұрынғыдан да қатал наразылық толқыны шықты. BBC ақпаратына сүйенсек, халық тек экономикалық реформаларды ғана емес, Ислам Республикасы жүйесінің толық жойылуын талап етуде. Бұл наразылыққа 28 желтоқсанда Тегеран базарындағы саудагерлердің ереуілі түрткі болды. Иран валютасының құнсыздануы мен бағаның күрт өсуі халықтың шыдамын тауысты. Университеттер жабылды, бірақ наразылық Тегераннан бөлек Карадж, Илам және басқа да ондаған қалаға жайылды. Бұл жолғы наразылықтың ерекшелігі монархияны қайтару туралы ұрандар жиі айтылуда. Көшелерде Пахлави қайта оралады деген дауыстар естіледі. Наразылық білдірушілердің BBC-ге берген сұхбатына қарағанда, қазіргі жүйеден шаршағаны сондай, тіпті билікке жақын отбасылардың балалары да жасырын түрде шерулерге қатысуда. Ресми Тегеран интернетті шектеп, тәуелсіз бақ жұмысына кедергі келтіріп жатыр. Алайда әлеуметтік желідегі видеолар наразылықтың ауқымы өте үлкен екенін көрсетеді. Адамдар бұрынғыдан да батыл, олар енді қайғырып қана қоймай, ашуға мінген дейді куәгерлер. Иранның болашағы не болмақ? Монархияның қайта келуі мүмкін бе? Өз пікіріңізді жазыңыз. Шынайы ақпараттар үшін EBB News арнасына жазылыңыз.